Қазақ мемлекеті аман тұрғанда қазақ тілі жасай береді. Оған ешқандай күмән болмауы керек. Біздің елде ұлтына, тіліне бола ешбір азаматтың құқығы шектелмеуге тиіс. Әйтпесе қоғамда жанжал тууы мүмкін. Ел ішіне іріткі түскен қалайтындар осыны тілеп отыр. Сондықтан тіл мәселесі бойынша бәріміз ұстамдылық танытуымыз керек деп ойлаймын. Әйтпесе бұл сырт көзге ұлтымыздың өз болашағына деген сенімсіздігі, тіпті әлсіздігі сияқты көрінеді. Баршамыз тілге құрметімізді құр сөзбен емес, нақты іспен көрсетуіміз керек. Қазақ тілі ғылымның, техниканың, бизнестің тілі болуына үлес қосайық. Тіл ұлттың жаны. Оған немқұрайлы қарауға мүлде болмайды. Сондықтан біз тіліміздің мәртебесін арттыратын графиканы ғана қабылдаймыз.